Ассалаумағалейкум, қадірменді мұсылман бауырлар. Мінекей біз Тегу қаласына келдік. Тегу қаласында мінекей жасайтын жұмыстарымыз бар. Керемет, сіздерге тікелей эфирде шығамыз. Енді мен кішігірім ауырып қалдым. Алла енді қазір бір сағатқа ма, 2 сағатқа ма баняға бар, әбден қазанып келгім келіп отыр. Бұл қазір YouTube арнадағы көрермендер Алла қаласа бірнеше сағаттан кейін дайын боласыздар. 사장님. 여기요. 맞습니다. мына жерде керемет көліктер бар ғой. Мінекей көлігімізге келдік. Мына түрін қарасайшы. Ағайын бауырлар, достар, Алла қаласа бір 2-3 сағаттың көлемінде осындай осы көлікке бір керемет контент болады. Күтіңіздер, тікелей эфирде. Ешкім жасамаған, ешкімнің ойына келмегенде шығар мүмкін. Мінекей, жаңа 2023 қара түсті каллиграфия комплектация, 2.5 бензин, 8 сатылы, 198 аттың күші бар. Тура Kia K8 көлігі сияқты, бірақ бұл көлік одан да сәл ұзын екен. Салонның дизайнын, комплектациясын қарайтын болсаңыздар, қараңыздар. Терезе екеселенген. Мына көлікті қараңыздар. Қара, темный-зеленый, қоңыр, мінекей. Память сиденье, массаж, қоңыр салон өте керемет. Рөлінің өзі Rolls-Royce. Бұраның ішінің мониторының орналасу дизайны тіпті кішінірек Bentley және Rolls-Royce көліктеріне дизайнер болған жете алмай жатыр. Енді қараңыздар, мінекей. Кәрістер бүкіл әлемді мойындатып жатыр ғой. Жоғар жақ Алькантара панорама крыша жоқ. Арт жағында қандай жағдай жасалған. Мінекей терезе кеселенген, шторкасы бар. Ауду сиденье, подырық сиденье, Bose аудио акустикасы. Және мынандай керемет өте жағымды қоңыр салон. Және мынаның барлығы кәдімгі ағаш. Мінекей осындай ат жақта отырыпты, қараңыздар. Орындықтан қозғалтуға болады. Мұны артқа қарай. Мультимедиа подерестер, дауыс шығарастар және стакан салғышы бар. Бұл алдыңғы сатылған Grandeur-ден де комплектациясы жақсы. Бағасы жағынан $3000, $3200 арзан шығып тұр. Мінекей. Мына видеоны қазір мен түсіріп жатырмын. Бізбен бірге болыңыздар. Енді мен кішкене ауырып қалғаннан кейін баняға барып бір-екі дайындайтын жұмыстарын дайындап келейік. Мына бауырларым Инстаграмға өзінің видеоларын салады. Содан кейін бүгін тағы бір-екі жұмыстың шарттары бар. Жалпы барлығын тікелей эфирде көресіздер. 2-3 сағатта дайын отырыңыздар. Тамақтарыңызды дайындап, қолдарыңызды босатып қойыңыздар.